Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері күнін Петропавлдағы Батыр балабақшасының тәрбиеленушілері де атап өтті. Кішкентай патриоттар мейрамға орай шағын концерт әзірледі. Отанымызға деген сыйластық ту елтаңба және әнұран сияқты еліміздің нышандарына деген құрметтен басталады. Осы ретте ұстаздардың айтуынша, олар бүлдіршіндерді бірінші күннен ақ еліміздің нағыз патриоты болуға тәрбиелейді. Мектепке дейінгі жастағы балаларға осы әнұранды, туды, елтаңбаны түсінікті түрде түсіндіріледі. Яғни балаларға әнұранды қай кезде айтылады, рәміздерімізді құрметтеуге, не үшін құрметтеу керек. Осы бағытта біз балаларға ұйымдастырылған оқу әрекетінде және экскурсиялар барысында мағлұматтар береміз. Концерт барысында Батыр балабақшасының тәрбиеленушілері ән-билер мен тақпақтар арқылы кішкентай жүректерінен шыққан отанға деген сезімдерін жеткізуге тырысты. Бүгін Қазақстан Республикасының рәміздері күні. Олар ту, елтаңба, әнұран. Мен өзім рәміздеріммен мақтанам. Айта кету керек, бұл балабақша 302 орынға шақталған. 5 қазақ, 7 орыс тобы бар. Тағы 2 топта мүмкіндігі шектеулі балалар тәрбиеленеді. Тоғжан Ақмағамбетова, Дулат Мұсафиров, Ақпарат.